Бүгін Орал қаласындағы отбасын қолдау орталығында алғашқы ашық есік күні өтті. Бұл орталық күні кеше ғана өз жұмысын бастаған еді. Бүгін келушілерге заңгер, психолог және әлеуметтік сала мамандары кеңес берді. Бұл отбасын қолдау орталығы. Бұл жердің есігі барлық отбасы өкілдері үшін ашық. Кез келген адам келіп, психологтың, заңгердің кеңесін ала алады. Отбасы қолдау орталығының мақсаты отбасы институтын дамыту, отбасындағы жаңағы ынтымақтастықты, отбасының бірлігін нығайту. Отбасы жалпы шағын мемлекет, маңызы өте зор. Отбасын қолдау орталығы Батыс Қазақстан облысы бойынша әр ауданда бар. Бұл жерде 10 адамға арналған жатын орны, асханасы дайындалған. Өмірдің қиын жағдайында қалған, тұрмыстық зорлық-зомбылық көрген жандарға осы жерде бір ай тұруға рұқсат етіледі. Осы уақыт аралығында мамандар оларға қолдау көрсетіп, қажетті шараларды ұйымдастырады. Бұл жерде бұдан бөлек әйел адамдарға арналған түрлі шеберлік сағаттарда өтетін болады. Осы орталық туралы жақын таныстарымнан естіп келдім. Осындай отбасы қолдау орталығы ашылғанына қуаныштымын. Мен негізі осында заңгер маманымен сөйлесуге келген едім. Бір өзімнің жеке проблемаларым, мәселелерім туралы. Мұнда жалғыз тек қана заңгер емес, әртүрлі мамандар бар екен. Отбасын қолдау орталығынан барлық адам барып қажетті кеңес ала алады. Бұл орталық тек өмірдің қиын жағдайында қалған жандарға ғана көмек көрсетпейді. Керісінше іргесі берік, тату-тәтті отбасыларды да шақырып кездесулер өткізетін болады. Бұл орталықтың мақсаты әр отбасыны сақтап қалуға жұмыстану болып табылады. Жанат Көшкінбай, Наурыз Қалиев, Жайық пресс.